Алға қойған жоспар уақытылы орындалса, шағын қалалар қайта жаңғырып, түлеп шыға келмек. Өткен аптада қазақстандық моноқалаларды дамыту жөнінде кеңес болып өтті. Ол тізімге іліккен қалалар сол күйі қалды, ал тізім жаңа қалалармен толықтырылмайтын болды. Қайта түлеу бұйырған 27 қаланың бірі Степногор. Шенеуніктердің осы қалаларды ғана дамытуға назар аударуының жаны бар. Бұл елді мекендердің тұрғындары өзгелерде емес, ішкі факторлерге тәуелді. Тұрғындардың көп бөлігі әртүрлі кәсіпорындарда жұмыс жасайды. Олар дағдарыс кезінде қаңтарылып қалса, тұрғындардың екі қолға бір күрек таппай аңтарылып қалуы мүмкін. Ал арнайы бағдарлама степногорлықтардың рыноктық қатынаста осы қыспағынан арашалайды. Еске сала кетсек, көрші отырған Ресейде дер кезінде шара алынбағанның салдарынан қиындық алдан аңдып шыға келгенді. Ленинград облысындағы Пикалево қаласында қала жұртын жұмыспен қамтып тұрған кәсіпорын тұралап қалып, тұрғындар қарсылық акциясын ұйымдастырып, күре жолға көлденен тұрып алғанда. Жұмыссыз, жалақысыз қалып, ашынғандарға сол кездегі премьер-министр Владимир Путин барып, дауларын тыңдап, басу айтқан. Осындай қолайсыздықтарды болдырмау үшін де шағын қалалар тыныс тіршілігі қаралып, жолға қойылып отыр. Аптаның айшықты сөзі. Қазақстан Республикасының үкіметі шағын қалаларды дамыту бағдарламасының жүзеге асырылуын қатаң бақылауда ұстамақ. Елдің жалпы экономикалық ахуалы артып келеді. Көптеген қалаларда көші-қон мәселесі реттеліп, қала тұрғындарының қарасы көбеюде. Алайда бұл әлі де болса аздық етеді. Шешімін таппай тұрған түйткілдер бар. Сондықтан нақты мәселелеріңізді айтып, ұсыныстарыңызды білдіріңіздер. Бұл шағын қалалардың әкімдері үшін емес, ол жерде тұрып жатқан халықтың әл-ауқатын арттыру үшін жүзеге асырылатын бағдарлама екенін естен шығармаңыздар. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары Серік Ахметов.